Сәлеметсіздер ме, құрметті тоқты белгісінде дүниеге келген көрермендерім. Бұл сіздерге март айының аяғына дейін арналған таро прогноз. Бұл жерде жалпы көңіл күйіңіз, яғни ол айдың аяғына дейін көңіл күйіңіз және ақшаңыз, жұмысыңыз, денсаулығыңыз осы туралы талқылайтын боламыз. Жалпы тоқтылар, көңіл күй сіздерде бір қалыпты болады. Бір қолыңызға бір ақша түседі ма, немесе бір жақсы жаңалық келеді ма, соның арқасында қуанып жүретін боласыз и бір тәжге таққа отырғандай боласыз. Және де көңіл күйіңіздің кейде қатты көтеріліп кетуі де мүмкін. Жан жағыңыздағы адамдарға тәкаппарлық көрсетіп кетуіңіз де мүмкін. Шексіз билік алдым дегендей болып, қатты даңдайсып, көтеріліп, менсіп кетпеңіз. Одан кейін ақша, тоқты белгілер сіздерде айдың аяғына дейін финанс қандай болады. Бұл жерде ақша сізге бір адамның влияниясына қарайды. Яғни ақшаны сіз жалғыз таппайсыз, немесе ақша табуға сізге бір адам мүмкіндік беруі мүмкін. Немесе әйел адам болуы мүмкін сізге. Еще әйел адамның жұмсақтығының арқасында ма, немесе әйеліңіз, немесе жұмысыңыздағы коллективіңіз болуы мүмкін. Немесе егер сіз тоқты әйел өзіңіз болсаңыз, демек сіз өз күшіңізбен ақша табуыңыз мүмкін. Ал ер адам болсаңыз, әйелдің арқасында ақша табасыз, немесе әйелдің бір сізге қарыз беруі мүмкін. Сондай көмек болады әйел тараптан. Бірақ бұл жерде ер тоқтылар сәл твердый, қаттылау болып тұр. Бір намыстанып тұр ма, ақша алуға намыстанып тұр, немесе сол жұмысты жасауға намыстанып тұр. Құрметті, егер ер тоқтылар болсаңыздар, еркек тоқтылар, ешқандай намыстанудың қажеті жоқ. Бұл уақытша ғана. Және де тоқтылар, сіздердегі жұмыс мәселесі, сіздердің жұмыстарыңызда кішігірім қиындықтар болады, бірақ уақытша. Бұл деген ұзақ уақытта көрсетпейді, уақытша қиындық. Сіздің бастығыңыз болуы мүмкін жұмысыңыздағы, немесе сіз өзіңіз сондай бастық болуыңыз мүмкін. Сондай адам сіздің бір төбеңізден қатты приказ беріп, сізді қатты қадағалайтын болады. Яғни жұмысыңызды тексереді. Осы уақытта барынша тоқтылар жұмысыңызды таза, адал жасап, және егер клиенттеріңіз келіп жатса, клиенттеріңіздің де көңілін тауып, былай айтқанда менсімесеңіз, тәкаппар болмасаңыз, жұмысыңыздағы коллективтеріңізбен немесе бастығыңызбен қарсы шығып, солай керсіп қалмасаңыз, жұмысыңыз қалыпты, тұрақты болады. Бірақ егер керісетін болсаңыз, қатты сөз айтатын болсаңыз, немесе меншіп бәрін білем тәкаппарланып кететін болсаңыз, жұмысыңызда қиындықтар болады, және ол ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Сол себептен осы аз уақыт, кешіріңіздер, айдың аяғына дейін тоқты белгілер барынша сабырлы болыңыздар. Бұл әрине еркек те, әйелдерге де арналады. Одан кейін денсаулық мәселесі, тоқтылар сіздерде негізі табиғатыңыздан денсаулықтарыңыз мықты, иммунитеті жоғары негізі тоқтылардың. Сіздерде медицина саласында кішігірім иммунитетіңіз түсуі мүмкін денсаулықтан, немесе кішігірім жеңіл грипп, немесе сондай жеңіл бір жеріңіз салқын тию сияқты болуы мүмкін. Бірақ денсаулық сізді аса қатты уайымдата қоймайды. Немесе сізде болуы мүмкін, бірінші көңіл күй картасының өзінен көрініп тұр, сізде бір тәкаппарлық, менсіп, жоғарылау деген сияқты нәрсе бар. Осы жоғарылау немесе қырсығудың арқасында жұмысыңызда біреумен ренжісіп, керісіп қалуыңыз мүмкін. Соның әсері сіздің мына денсаулығыңызға әсер етеді. Мүмкін психологически стрессте боласыз, переживать етесіз, басыңыз ауырады, сол себептен кішігірім ауру пайда болуы мүмкін, бірақ енді ол қатты бір денсаулықта аса қатты маңызды деген емес. Барынша эмоционально өзіңізді ұстауға тырысыңыздар, және бұл қиындық уақытша сіздерде. Ақшаның қатысты да осы қасыңыздағы екінші адамға қатысты болып тұр. Жалпы общий айтқанда сіздерге карта, яғни карта совет ретінде тоқтылар осы айдың аяғына дейін өздеріңізше болып шелек болып кетпеңіздер. Былай айтқанда тек қана барынша сабырлы, мейірімді болып, өздеріңізді ұстап, адамдармен дұрыс тіл табысып, басқа адамдардың да мнениесін тыңдап жүрсеңіздер, сіздерде барлығы сәтті болады. Ал тоқтылар, сәттілік, кездескенше.